Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Бүгін мен сіздермен ұн қуырдақ деп аталатын өте дәмді тағамның рецептімен бөлісемін. Бұл тағам әр жерде әртүрлі аталады. Ұн қуырдақ, нан палау, нан қуырдақ, нан салма деп те аталады. Ал Моңғол елінде цуйван деп аталады екен. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Үстінен жіңішкелеп туралған етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз 5 минут қуырылғаннан кейін үстінен ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып 10 минуттай пияз қызарғанша қуырып аламыз. 10 минут өткеннен кейін пияз жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен тұзымызды, паприка, қара бұрышымызды немесе өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді салып, бір араластырамыз. Үстінен мен томат согын құйдым. Сіздер су және томат пастасын араластырып құйсаңыздар да болады. Кішкене мөлшерде су құйып, бетін жауып, ет піскенше 1-2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнның үстінен суымызды, жұмыртқамызды және тұзымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен бір келкі қамыр болғанша біріккенше жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін үстелдің үстіне қойып, бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Әр 5 минут сайын қамырды қайтарып илеп тұрамыз. Қамырдың толық иі қанғаннан кейін үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды жаюды бастаймыз. Ең алдымен шеттерін басып, бір келкі етіп дөңгелетіп аламыз. Одан кейін арасына ұн сеуе отырып, қамырдың ортасын баспай, тек қана екі шетіне күш түсіре отырып, жақсылап жайып аламыз. Қамыр жұқа болу керек. Ет піскеннен кейін ұзыншалап туралған сәбізімізді саламыз. Болгар бұрышын саламыз. Менде 2 түрлі тоңазытқышта қатырылған болгар бұрыштары. Жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде су тартылып кетсе, 100 граммдай су құюға болады. Бетінен зіра септім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер себуге болады. Бетін жауып 10-15 минутқа көкөністер піскенше қалдырамыз. Ішімізді қыздырып 10-15 минутқа 200 градуста противендерімізді қыздырып аламыз. Қамырымызды осылай противенге сиятындай етіп кесіп аламыз. Противен жақсылап қызғаннан кейін осылай қамырымызды қойып, бір беті кепкенше 5 минуттай ұстаймыз. Одан кейін екінші бетіне алмастырып, жақсылап кептіріп аламыз. Противен жақсылап қызған болу керек. Егер сіздерде суып қалса, 5 минутқа тағы қыздырып алып, қайта жалғастыра беруге болады. Кепкен қамырымызды осылай бүктеп, жіңішке етіп, бірдей көлемде барлығын бірдей кесіп шығамыз. Егер біздің қамырымыз жақсылап кепкен болса, бір-біріне жабыспайды, осылай шашырап тұрады. Барлық қамырымызды кептіріп, осылай кесіп аламыз. Мен 3 порциялық тамақ жасағандықтан, тек қана қамырдың жартысын кептіріп, кесіп алдым. Сіздер отбасы мүшелеріңіздің санына байланысты қамырдың мөлшерін сала берулеріңізге болады. Он 15 минутта көкөністеріміз жақсылап піскеннен кейін қамырымызды біртіндеп еттің үстіне орналастырып шығамыз.
қамырды араластырмаймыз. Еттің буына қамырдың өзі жақсылап жұп-жұмсақ болып піседі. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырды осылай араластырамыз. Бізде қамырымыз жабысқан жоқ, осылай шашылып пісіп тұр. Енді ет пен қамырымызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан кейін қайтадан бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Мінекей достар, осымен ұн қуырдақ тағамыз дайын болып қалды. Дәмі өте керемет, бір ерекше дәм беріп тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі көптеген дәмді тағамдардың рецептімен бөлісемін. Сау, сәлеметте болыңыздар.